Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай трендтегі гүлді шапканы тоқып үйренетін боламыз. Бұл шапканы тоқып жүрген қыздар тоқымаса, енді тоқып жүрген қыздарға қиын болады. Себебі әр гүлді бөлек-бөлек қосып тоқитын боламыз. Кішкене шатасып кетулеріңіз де мүмкін. Видеоны қарап, бірінші қарап болыңыздар, сосын барып тоқсаңыздар болады. Себебі енді кішкене тоқылу жолы қиындау. Мен ярнарттың джинс деген жіпмен тоқимын. Жалпы қазіргі тоқылып жатқан трендтегі шапкалардың барлығы осы жіппен тоқылады. Бұл жерде 55% хлопок, 50 граммда 160 метр. Және мен 2,5 миллиметрлік крючокты қолданамын. Сіздер 2,5 немесе 3 миллиметрлік крючокты қолдансаңыздар болады. Қыздар, біздің шапкамыз ең бірінші жоғарғы жағындағы гүлден басталады. Ең бірінші соны тоқып үйренеміз. Ең бірінші кольцо амигуруми дейді. Осылай аламыз. Біз кольцо деп айтайық. Осындай дөңгелек кольцо жасаймыз. Және екі жіпті осындай жоғары жағында айқасқан жеріне бір осындай ілмек тоқимыз. Осылай бір ілмек тоқисыздар. Орысша воздушная петля деп атайды. Осылай тоқығаннан кейін біз столбик без накида тоқимыз. Осылай. Осылай тағы біз екі ілмек тоқимыз. Екі воздушная петля. Сосын біз қасына бір баған тоқимыз. Бір столбик с накидом, яғни. Енді екі воздушная петля. Келесіне столбик с накидымды бітірмей, екеуін қосып бірге тоқимыз. Екі бағаның жоғарысын осылай қосып бірге тоқимыз. Қараңыздар, тағы екі воздушная петля тоқимыз. Сосын столбик с накидым аламыз. Екеуін бірге қосып тоқисыздар. Бізде үшеу болды. Біз барлығы 6 осындай қосылған екі бағанды тоқуымыз керек. Біз төртіншісін тоқып жатырық. Гүліміздің ортаншысын тағы екі осылай воздушная петля, сосын қосылған екі баған жасаймыз. Барлығы 6-ын тоқисыздар. Екі воздушная петля, столбик с накидымды соңына дейін тоқымай, екеуін осылай қосып бірге тоқисыздар. Енді сол жақта жіпті қаттырақ тартып, қараңыздар, екі воздушная петля тоқыдым. Осы жерде екінші воздушная петляға осылай соединительный столбикпен арасын қосамыз. Енді қараңыздар, не істейміз? Төменгі жақтан соединительный столбикпен екі воздушный тоқылды, сол жерге қарай барамыз. Осылай соединительный столбикпен. Енді біз не істейміз? 3 воздушная петля тоқимыз. Бұл бізде столбик ретінде. Сосын қасына біз 4 столбик с накидым тоқимыз. Яғни біз общий 5 соединительный столбик болады. Яғни жаңағы 3 воздушная петлямен қосқанда бізде 5 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз тағы 2 воздушная петля жасаймыз. Осылай 6-ын тоқыдық қой, соның әр қайсының
2 воздушная петля қалдырған жерімізге 5 столбик с накидом тоқимыз. Үшіншісі, төртіншісі және де бесіншісі. 2 воздушная петля тоқимыз. Сосын міне әрқайсысының осылай ортасына 5 столбик с накидом тоқимыз. Міне осылай тоқып шығасыздар соңына дейін. Міне енді біз соңын тоқып жатырық. 3-ші воздушная петляға соединительный столбикпен қосамыз. Міне енді біз дәл ортасына тоқуымыз керек. Ортасы дегеніміз бізде мына жердегі 3-ші столбик. Міне 3-шісіне барамыз. Осы жерге осылай столбикпен тоқимыз. Енді қараңыздар, біз 2 воздушная петля тоқимыз. Сосын мына 2 воздушная петля тоқыған жерімізге, міне осы жерге біз столбик с накидом тоқимыз. Сосын 1, 2, 3 воздушная петля. Және міне осы жерге соединительный столбикпен қосамыз. Бұл әдісті пико әдісі деп атаймыз. Міне 2-ші столбик с накидом тоқимыз. 3 воздушная петля тоқимыз. Міне осылай, міне осы жерінен соединительный столбикпен тоқимыз. Бізде бұл пико әдісі. Міне осылай біз 5 столбик тоқимыз, және үстіне осындай пико әдісімен 3 воздушная петляны осылай қосып тоқимыз. 1, 2, 3 воздушная петля. Міне осы жерге крючогымызды кіргізіп тұрып, міне осындай пико әдісін мен тоқимыз. Осылай қыздар, біріне 2 воздушная петля қалдырған жеріміз бар ғой, әрқайсының арасына осындай 5-еуін тоқып шығасыздар пико әдісімен. Енді 2 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3-шісі бұл дәл ортасы. Сол жерге столбик без накидамен осылай тоқисыздар. Тағы 2 воздушная петля. Міне осыны мына жерге қайталап тоқимыз. 1-ші столбик тоқимыз. Столбиктің үстіне 3 воздушная петля тоқимыз. Оны соединительный столбикпен видеодағыдай қосамыз. Бұл бізде пико әдісі. Пико әдісін жасаймыз осылай. 5 рет осылай пико әдісімен тоқимыз. Видеода көрсетілгендей қыздар соңына дейін осылай тоқып шығасыздар.
Қыздар, міне сіздерге көрсеттім. Мынаның барлығын көрсететін болсам, видеода ұзақ уақыт болып кетеді. Сол себепті міне осы жерлердің барлығына осылай пико әдісімен толтырып, тоқып шығасыздар. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Қараңыздар, міне соңына дейін тоқыдым. Енді қараңыздар, столбик без накида тоқыған жерімізге осылай крючогымыз соединительный столбикпен кіргізіп, міне мына шетіне тағы соединительный столбик тоқисыздар. Сосын жібімізді қиямыз, сосын жібімізді тартамыз. Керек емес жіптерді араларына кіргізіп, міне қалған жібімізді арасына кіргізіп, керек емес жерін қиып тастайсыздар. Міне қалған видеодағыдай міне араларына өткіземіз. Қыздар, енді біз міне басындағы бір гүлін тоқыдық. Енді екінші гүлін тоқимыз. Кольцо микурин жасаймыз. Және де столбик без накида тоқимыз. Сосын екі воздушная петля, сосын столбик тоқимыз. Екі воздушная петля, столбик с накидом, бірақ до конца тоқымаймыз. Екінші столбик с накидом, екеуін қосып бірге тоқимыз. Тағы екі воздушная петля, столбик с накидом, бірақ соңына дейін тоқымайсыздар. Екінші столбик с накидом, онда жаңағы екеуін бірге тоқисыздар. Жаңа басында сізге көрсеттім. Біз бірақ 6-ауын тоқып едік қой. Енді бұл жолы біз 5-еуін тоқимыз. Міне осы жерде сіздерге көрсеттім. Ал келесі видеода бұл жерлерін өздеріңіз тоқисыздар дайын қылып. Міне столбик с накидом до конца бітірмей екеуін қосып бірге тоқисыздар. Міне 1, 2, 3, 4 және 5-шісі. Осылай 5-еуін тоқимыз. Ал мына жерде біз 6-ауын тоққан едік. Енді біз екі воздушная петля тоқимыз. Міне екінші воздушная петляға соединительный столбикпен қосамыз. Сол жақтағы воздушная петляға соединительный столбикпен барамыз. Видеода көрсетілгендей, міне соединительный столбик тоқимыз. 3 воздушная петля, бұл бізде столбик ретінде жүреді. Және оның қасына 4 столбик с накидом тоқимыз. Сонда бізде жаңағыда айтылғандай 5 столбик шығады. Осылай
2 воздушная петля тоқыған жеріміздің барлығына 5 столбик с накидом тоқимыз. Араларына 2 воздушная петля қалдырамыз. Енді 2 воздушная петля аламыз. 3-ші воздушная петляға сол жақтағы соединительный столбикпен қосамыз. Енді қараңыз, дәл ортасындағы 3-ші столбикке дейін біз соединительный столбикпен барамыз да 3-ші столбиктің үстіне столбик без накида тоқимыз. 2 воздушная петля тоқимыз да, міне осы жерге столбик с накидом 3 воздушная петля осылай соединительный столбикпен қосып пико әдісін тоқимыз. Міне осылай біз 5 столбик с накидом оның үстіне пико әдісін тоқимыз. Міне 4-шісі 2-3 воздушная петля осылай қосамыз. Енді міне 5-шісін тоқимыз. 3 осылай соединительный столбикпен қосамыз. 2 воздушная петля тоқимыз. 2 3-ші столбиктің үстіне столбик без накида тоқимыз. 2 воздушная петля тоқимыз. Міне мына жерге біз столбик с накидом 3 воздушная петля осылай соединительный столбикпен қосып пико әдісін тоқимыз. Қараңыздар. Міне осылай соединительный столбик тоқимыз. 3-шісін тоқимыз. Ал 4-шісіне келген кезде тек бір воздушный петля тоқимыз. Мына жерде мен тез тоқып байқамай қалдым. Қазір міне сөгемін. Міне тек қана 4-шісіне келген кезде бір ғана воздушный петля тоқимыз. Міне осылай. Енді жаңағы тоқыған гүлімізге біз қосатын боламыз. Міне бұл жерде қалай қосамыз? 1, 2, 3, 4-ші, міне 4-шісі пико әдісі дейміз. Соның жоғары жағына дәл ортасына осылай крючогымызды кіргіземіз да соединительный столбикпен қосамыз. Міне крючогымызды осылай аламыз. 4-шісіне барамыз. Крючогымызды кіргіземіз дәл ортасына. Сосын міне соединительный столбикпен тоқимыз. Тағы бір воздушная петля тоқимыз. Бер жағына барамыз. Мына жерге соединительный столбикпен тоқимыз. Сонымен біз 4-ші пико әдісі осылай тоқылады. 5-ші столбик с накидом тоқимыз. Үстіне пико әдісін тоқимыз. Енді 2 воздушная петля тоқимыз. 3-ші столбиктің үстіне
столбик без накида тоқимыз. 2 воздушная петля. Міне дәл ортасына біз столбик с накидом, пико әдісі, екінші столбик с накидом тоқимыз, 1 воздушная петля тоқимыз, тағы біз араларын қосып тоқитын боламыз. Қараңыздар, енді бұл жерде біз қай жерге қосамыз? Мына жерде бізге екіншісін тоқып жатыр, сол себепті ортаншы гүлдің екіншісіне, дәл екіншісіне екеуін осылай қосып тоқимыз. Міне 2 мен 2-ні қосамыз, ар жақтағы да екіншісін, бер жақтағы да екіншісін. Міне соединительный столбикпен тоқимыз, 1 воздушная петля тоқимыз, бер жағына соединительный столбик, тоқып жатқан гүлімізге қарай соединительный столбик тоқып, пико әдісіміз осылай бітеді. Үшінші столбик с накидом, пико әдісін тоқимыз. Енді төртіншісі. 2, 3. Тап осылай гүлдің соңына дейін тоқып шығасыздар. Бұл жерде одан кейін ешқандай ештеңе қоспайсыздар. Үшіншісіне соединительный столбик с накидом тоқимыз. 2 воздушная петля, 5 пико әдісін тоқитын боламыз. Қараңыздар қыздар, міне осылай соңына дейін, мына жаққа дейін тоқисыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Видеоның басында да жаңада тоқып көрсеттім. Міне соңына дейін тоқыдым. Міне столбик без накида тоқылған жерге соединительный столбикпен қосамыз. Дәл шетіне тағы соединительный столбик тоқып, жібімізді қиып, міне крючокпен осылай жібімізді тартамыз. Керек емес жіптерді, қалған жіпті, яғни араларда өткізіп, керек емес жіпті қиып тастаймыз. Қараңыздар қыздар, мынау бізде середина, дәл ортасы. Қателесіп кетпеуіміз үшін белгі қойып қоюларымыз қажет. Мен осылай дәл ортасына резина қойып қоямын. Біз мына жерге еле тоқып кетпеуіміз үшін дәл міне ортасының осы гүлдің айналасына тоқуымыз керек. Қалған гүлдерді сол себепті осылай белгі қоямыз. Міне қараңыздар, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал қалған жері міне 1, 2, 3, 4, 5. Міне осылай 5 гүлден тоқуымыз керек. Міне қараңыздар, жаңағыда мен сіздерге көрсеттім. Кольцо амигуриме тоқимыз. Воздушная петля.
столбик без накида тоқимыз, 2 воздушная петля тоқимыз, столбик с накидом, 2 воздушная петля, столбик с накидымды соңына дейін тоқымай, екеуін тоқып араларын қосамыз. Осыған дейін де қалай көрсеттім, тап солай тоқимыз. Жай ғана бұл жерде гүлдерді қосатын кезінде ғана айырмашылық болады. Қалған жерінде осы техника қайталана береді. Менің келесі видеоларымда бұл жерлерін видеода көрсетпеймін. Себебі бұл ұзақ көп уақыт алады. Сол себепті өздеріңіз дайындап тоқи бересіздер. Видеода тек дайын жерлері ғана көрсетіледі. Міне қараңыздар, осы жеріне дейін келесі видеода өздеріңіз тоқисыздар. Қазір міне мен қосып көрсетемін. Міне мына жердегі төртінші пико әдісіне қарай, міне тым ештеңе тоқылғанның қасында тоқылмаған жеріне төртіншісіне біз барамыз, дәл ортасына кіргіземіз крючогымызды. Осылай соединительный столбик тоқимыз. 1 воздушная петля тоқимыз да, осылай арасын қосамыз. Енді қараңыздар, 5-ші столбикті тоқимыз. Енді 3 воздушная петля, міне осылай арасын қосамыз. Соединительный столбикпен 2 воздушная петля, дәл 3-ші столбиктің үстіне столбик без накида тоқимыз. 2 воздушная петля, келесі міне дәл ортасына столбик с накидом, 3 воздушная петля, пико әдісін тоқимыз. Енді біз қазір столбик с накидом тоқимыз. Тек 1 воздушная петля тоқимыз. Енді қараңыздар, енді не болады? Дәл ортадағы гүл, міне қараңыздар, бірінші тоққан гүліміздің қасына міне екіншісі бос. Міне қараңыздар, бұл жерде міне араларына 1 пико әдісі қалу керек. Яғни кезектестіріп
екінші мен төртіншісіне қосамыз көбінесе. Міне мына жерде екіншісіне қосып жатырық. Міне осылай пико әдісіміз тоқылды. Енді біз үшіншісін тоқимыз да төртіншісін келесі гүлге қосып тоқимыз. Сонда екінші және төртінші столбик с накидом жалпы барлық видеода қосылып тоқылады. Міне төртіншісі, енді воздушная петля тоқимыз. Енді қараймыз, қай жерде төртіншісі бос. Міне мына жерде төртіншісі бос. Төртіншісіне ар жақтан санаған төртіншісі, бер жақтан санағанда екіншісі, яғни бұлардың араларында бір столбик қалуы керек. Міне осыған міне тоқимыз. Соединительный столбикпен қосамыз, воздушная петля тоқимыз. Сосын міне осылай қосып пико әдісін тоқимыз. Бесінші столбик с накидом тоқимыз. 3 воздушная петля, араларын қосамыз. 2 столбик, кешірім өтінем, воздушная петля, 2 воздушная петля тоқимыз тағы. Столбик с накидом, 3 воздушная петля, арасын қосамыз. Міне екіншісіне келген кезде тағы қосып тоқимыз. Міне қараңыздар. Тағы төменге қоямыз, қай жерге қосатынымызды көреміз. Міне мына жерде 2 мен 2 қосылып тұр. Міне көріп тұрсыздар ғой. Екінші столбик с накидом, яғни мына жердегі пико әдісінің дәл ортасына крючогымызды кіргізіп, соединительный столбиктен воздушная петля тоқимыз. Осылай араларын қосамыз. Енді қараңыздар. 3 воздушная петля, пико әдісін тоқимыз. Төртіншісін тоқимыз енді. 3. Бізде не қосылатын жерлері бітті. Гүлімізді енді соңына дейін тоқисыздар. Міне, яғни сізге ең басты жері, гүлдердің қосылатын жерін, қай жерде бірге тоқылатын жерін көрсеттім. Ал қалғанын өзіңіз тоқисыздар. Міне сонда бізде 4 жерде қосылып тоқылды. Мына жерде тек 2 еді қосылған жер. Ал мына жерде міне 4 болды. 2, 3, 4. Қалған гүлдерді алда уақытта тоққан кезде оларда осылай қосылып тоқылады. 4 жерден қосылып тоқылады. Қараңыздар қыздар, міне мен 4-ші столбикке дейін тоқып бітірдім. Міне барлығын көрсетсем видео ұзақ болады, өздеріңіз білетіндей. Әлі міне біз тек 3-ші гүлді ғана тоқайын деп жатырық. Әлде 4 гүліміз бар. Міне енді мына жерде 4-ші пико әдісінің жоғарысына 4 пен 4-ті қосып тоқимыз. Соединительный столбик тоқимыз, воздушная петля тоқимыз. Міне осылай арасын қосамыз. 5-ші столбикті тоқимыз. 3 воздушная петля, арасын қосамыз. 2 воздушная петля тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз. Тағы 2 воздушная петля. Бірінші столбигімізді толығымен пико әдісімен тоқимыз. Ал екінші столбигімізді толықтай бітірмей қосып тоқитын боламыз. Міне екінші столбикті тоқтық. 1 воздушная петля тоқимыз. Енді қараңыздар. Енді не істейміз? Міне мына жерде мына гүлде екіншісі бос екен. Не? Екінші столбиктің үсті бос. Осы жерге қосып тоқимыз. Воздушная петля тоқимыз.
пико әдісімізді осылай екінші столбиктің үстіне аяқтаймыз. Үшінші столбик с накидом тоқимыз. Толықтай тоқимыз үшіншісін. Ал төртіншісін тоқимыз. Төртіншісін, яғни қосып тоқитын боламыз. Бір воздушная петля тоқимыз. Гүлімізді осылай қояйық. Енді мына жерде төртіншісі бос. Төртіншісін қосып тоқимыз. Өздеріңіз көріп отқандай, в основном гүлдің қосылатын жерлері екінші столбик пен төртінші столбиктердің үсті. Яғни біріншісі тоқылмайды, екіншісі тоқылады, үшіншісі тоқылмайды, төртіншісі тоқылады, бесіншісі тоқылмайды. Осылай кезектестіріп тоқимыз. Араларына осылай бір столбик қалдырып кетуіміз керек. Бесіншісін бітірдік. 2 воздушная петля. Үшінші столбиктің үстіне столбик без накидамен тоқимыз. 2 воздушная петля. Дәл ортасына столбик с накидом. Үстіне пико әдісін тоқимыз. Енді екінші столбикті тоқимыз. Екінші столбикті тоққан кезде не істейміз? Әрине жоғарыдағы гүлге қосып тоқимыз. Бұл жерде де қараңыздар. Екіншісі бос. Екіншісі бос болған соң екеуін қосып тоқимыз. Қараңыздар, мына екінші ретті 4 рет қана қосылып тоқылады. Одан артық қосылып тоқылмайды. Сол себепті қараңыздар, біз 4-еуін қосып тоқыдық. Қалғанын өздеріңіз соңын аяқтап тоқисыздар. Енді қосылып тоқитын жері жоқ. Столбик с накидом, пико әдісі, солай соңына дейін тоқисыздар. Қараңыздар. Төртіншісін тоқып жатыр. 3 воздушная петля. Қосамыз. Төртіншісін тоқып жатырық. 3 воздушная петля. Соединительный столбикпен тоқимыз. Осылай пико әдісін шығарамыз. Қараңыздар. 4-еуі қосылып тоқылды. Енді соңына дейін тоқисыздар. Қараңыздар. Біз 4-ші столбик тоқыдық. Енді мына жердегі ештеңе тоқылмаған жердегі 4-ші столбиктің үстіне қосып тоқимыз. 1 воздушная петля. Осылай пико әдіс тоқитын боламыз. Енді 5-ші столбикті тоқимыз. 3 воздушная петля. Қосамыз. 2 воздушная петля. 3-ші столбиктің үстінен столбик без накида. 2 воздушная петля. 1 столбик тоқимыз. 3 воздушная петля. Оны соединительный столбикпен осылай араларына қосып тоқимыз. 2-ші столбик. Тек 1 воздушная петля тоқимыз. Енді қай жерге қосатынымызды қараймыз, асықпай қараймыз, шатасып кетпейміз. Мына жерде мен 2-шісін тоқып жатырмын. Мына гүлден де мен 2-ші бос тұрған столбикті аламын да, сол жерге осылай қосып тоқимын. Осыған дейінгі гүлдерді қалай тоқыдық? Бұл гүлде тап солай тоқылынады. 2-ші гүл тоқылды, қосылып, 3-ші столбикті аламыз. Бұны ешқандай қоспай тоқимыз. 4-ші столбикті аламыз. Бұны қосып тоқимыз. 1 воздушная петля. Қараймыз. Қай жерде қосылмаған? Мына жерде 4-шісі бос. Дәл ортасындағы гүлдің 4-шісі бос.
соған қосып тоқитын боламыз. Міне осыған қосып тоқимыз. Міне төртінші воздушная петля. Міне соединительный столбикін қосамыз. Бесінші столбикті тоқимыз. 3 воздушная петля тоқимыз. Соединительный столбикпен қосамыз. 2 воздушная петля. Дәл ортасынан 3-ші столбиктің үстінен столбик без накида тоқимыз. 2 воздушная петля. Столбик с накидом. 3 воздушная петля тоқимыз. Соединительный столбикпен қосамыз. Осылай пико әдісі тоқылады. Екінші столбик с накидом тоқимыз. Бір ғана воздушный петля тоқимыз. Қараймыз. Мына жерде екіншісі бос. Соған қосып тоқимыз. Міне. Бұл жерде тек 4 рет қана гүлдер қосылады. Одан артық қосып тоқымаймыз. Міне. Бізде 4-еуі қосылып тоқылды. Енді соңына дейін өздеріңіз тоқисыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне қыздар, қараңыздар. Біз гүлімізді почти тоқып болдық. Міне, соңына дейін тоқисыздар. Міне жалғастырып мына жерде. Біз міне 4-ші гүлімізді тоқып жатырық. Міне қараңыздар. Бізде общий 6 гүл болу керек міне мына жерде. Ал қыздар, міне біз 5-ші гүлімізді тоқып болдық. Міне мен 4 столбикті тоқып қойдым уже. Енді міне оны қосамыз. Міне мына жерде ештеңе тоқылмаған жерге 4-шісіне соединительный столбикпен қосамыз. Міне осылай. Осыған дейін қалай тоқылды, бұны да тап солай тоқимыз. Міне. Осылай соединительный столбикпен қосамыз. 5-ші столбик с накидом тоқимыз. 3 воздушная петля тоқимыз. Арасын осылай қосамыз. 2 воздушная петля. 3-ші столбиктің үстіне осылай столбик без накида тоқимыз. 2 воздушная петля. Столбик с накидом. Пико әдісін тоқимыз. Столбик с накидом. 1 воздушная петля. Міне қараймыз. Мына жерде біз 2-шісін тоқып жатырық. Мына жерде де 2-шісіне қосып тоқимыз. Міне осылай. Соединительный столбик тоқимыз. 3-шісіне тоқимыз. 3 воздушная петля. Енді 4-шісі міндетті түрде қосылып тоқылады. Міне мына жерден 4-шісін тауып аламыз. Міне 4-шісі көрініп тұр уже. Ештеңе тоқылмаған. Міне 4-шісіне қосып тоқимыз. 1 воздушная петля. Соединительный столбик. 5-ші столбик с накидом. 3 воздушная петля. Оны соединительный столбикпен қосамыз. 2 воздушная петля. 3-ші столбиктің үстіне столбик без накидамен қосамыз. 2 воздушная петля. Столбик с накидом. 3 воздушная петля. Пико әдісі. Соединительный столбикпен қосамыз. 2-ші столбик с накидом.
бір воздушный петля ғана тоқимыз. Енді қараңыздар, мына жерде міне екіншісі тоқылмаған, соған тоқимыз. Міне осымен бізде 4 рет қосылып тоқиды деп айттым. Міне 4-шісі тоқылды бізде уже. Ендігі келесі столбикте тоққан кезде ешқандай қосып тоқымайсыздар. Жай ғана пико әдісін тоқып, соңына дейін гүлімізді тоқып жалғастырамыз. Енді қазір бізде соңғы 6-шы гүл болады. 6-шы гүл кішкене өзгешелеу, себебі міне 1-ші гүл мен 5-ші гүлдің арасын қосып тұратын міне соңғы 6-шы гүлі. Енді бұл жерде қосылатын жерлері көп болады. Міне қараңыздар, 4-ші столбикті тоқыдық, бір воздушный петля. Міне қараңыздар, мына жақта 4-шісі міне бос. Міне осы жерден бастап қосып тоқып бастаймыз. 4-ші пико әдісінің жоғары жағына крючогымызды кіргізіп, жіп міне ар жағында тұруы маңызды. Осылай крючогымызды кіргіземіз. Бір воздушная петля, соединительный столбикпен қосамыз. 5-ші столбикті тоқимыз, пико әдісін тоқимыз. Екі воздушная петля, столбик без накидамен 3-ші столбиктің үстіне қосып тоқимыз. 2 воздушная петля, столбик с накидом, пико әдісі. 2-ші столбикті тоқимыз. 1 воздушная петля. Қараймыз. Міне мына жерде 2-шісі бос, дәл қасымыздағы. Міне 2-шісіне аламыз. Соединительный столбикпен қосамыз. 1 воздушная петля. Пико әдісін жасаймыз. 3-ші соединительный столбик, пико әдісі. 1, 3-ші, 5-ші столбиктер осылай тоқылады. Тек 2 мен 4-шілер қосылып тоқылады. Міне 4-шісіне тоқыдық, 1 воздушный петля тоқыдық. Енді қараңыздар. Міне мына жерде де 4-шісі бос, қасымыздағы. Тоқылмаған жерде міне енді қосып тоқимыз. 5-ші столбик с накидом, пико әдісі. Қосып тоқимыз. 2 воздушная петля, столбик без накида, 2 воздушная петля, столбик с накидом, пико әдісі. 2-ші столбик с накидом, 1 воздушная петля. Міне мына жерде 2-шісі бос. Осы жерге тоқимыз. Бір воздушная петля. Осылай қосамыз. 3-ші столбик ешқандай қосылып тоқылмайды, өзі осылай тоқылады. Пико әдісімен 4-шісіне столбик с накидом тоқимыз. 1 воздушная петля. Міне мына жерде уже қосып тоқимыз. Мына жердегі міне 4-шісіне қосамыз. 1 воздушная петля, соединительный столбик, 5-шісін қосамыз. Міне пико әдісі. 2 воздушная петля, соединительный столбик, 2 воздушная петля, столбик с накидом, пико әдісі.
столбикісіне кидім. Бір воздушная петля. Қараңыздар. Міне мына жердегі екіншісіне қосамыз. Бір воздушная петля, пико әдісін істейміз. Енді үшінші столбикті тоқимыз. Пико әдісі. Төртінші столбикті тоқимыз. Бұл жерде барлығында енді қараңыздар. Бізде қосылып тоқылатындар бітті. Қалғандарын қосып тоқымайсыздар. Енді гүлімізді соңына дейін тоқисыздар. Міне қараңыздар. Біз тоқып болдық. Міне осындай бұл шықты. Енді төменгі жағын тоқитын боламыз. Осындай өте әдемі, жіпінде түсі де әдемі.